Telegram қосымшасында күнделікті реклама көріп ақша таптым. Қазіргі таңда менің балансымда 106 рубль бар екен. Сол ақшаны өз шотыма аударамын. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Дәулет Бисұлтанов YouTube парақшасына қош келдіңіздер. Бұл парақшада біз көбінесе интернеттегі пайда, интернет арқылы ақша табу сияқты темаларды қозғаймыз. Ал бүгін біз сіздермен интернет арқылы ақша табу барысындағы алаяқтық жөнінде сөйлесетін боламыз. Жақында менің көзіме Telegram қосымшасында MyLinkUp деген канал жолықты. Осы каналда реклама көру арқылы жай ғана телефонмен, жай ғана интернетпен реклама көріп отырып ақша табуға болады екен. Неге ол бот канал MyLinkUp деп аталады. Және де бүгін біз сіздермен бірге осының рас өтірігін тексеретін боламыз. Расында да ақша табуға бола ма әлде жоқ па? Бұл жерде бірінші кірген кезде сізді сразу сообщение күтіп алады мынандай. Бұл бот не істей алады? Қош келдің, MyLinkUp бот. Бұл жерде реклама көріп ақша таба аласың. Реклама көр, ақшаңды тап, және оларды өзіңе ал деген лозунгы бар. Астында сәл ғана кішкентай нұсқаулық бар. Осы ботты қолдану арқылы сіз мына келесі ережелерді қабылдайсыз деген. Және сол ережелерге сілтеме бар. Өкінішке орай компьютер арқылы ол сілтеме ашылмайды, бірақ ұялы телефонда ашылады. Сол себепті сіздерге міндетті түрде осы сайтқа кірсеңіздер, кеңес беремін, осы сілтемені ашып мұқият оқып шығыңыздар. Себебі мұнда уже бір күдік тудыратын, бір күмән тудыратын сообщение барды. Бұл боттың осы каналдың разработчиктары, иелері сіздің осында осы боттағы сайттарға кіріп өткен жерлеріңізде бір ақша құртсаңыз, көп ақша жоғалтып алсаңыз, соның барлығын үшін ешқандай да жауапкершілікті мойнына алмайтындығы жайлы ескерткен. Бүкіл риск тек өзіңізде деген бір ескертпе бар. Сол себепті оны обязательно оқып шығыңыздар. Старт деп бастаймыз. Бастаған кезде тағы да шағын сообщение шығады. Сізде ұялы телефонда мынандай бір меню болады: смотреть рекламу, баланс, бонус, партнеры, прочее деген. Мен кешеден бері бұл каналда зерттеп тексеріп жатырмын. Сол себепті мен уже біраз реклама қарап шықтым. Неке қарасаңыздар, бірінші рекламам үшін 2 рубль алдым, одан кейін 486 рубль алдым, одан кейін 345 рубль алдым. Солай жинап келе жатырмын. Қазір сіздермен басынан бастағандай көрейік. Смотреть рекламуды басамыз. Және де ақпарат бар бұл жерде. 2 рубльден 5 рубльге дейін төлейміз. Бір реклама үшін деген ақпарат бар. Давайте рекламасын көрейік. Реклама ұзақтығы 20 секунд, 30 секунд, 40 секунд, кейде 1 минут болады. Бірақ менің түсінігімше төленетін ақша реклама ұзақтығына қатысы жоқ. Рекламаны көріп болғасын автоматым қайтып жаңағы чатқа ораламыз. Жаңағы реклама үшін маған 3-16 рубль төлепті. 3-16 рубль дегеніміз примерно 15 теңге, 16 теңге 5-ке көбейтеміз. Неге? Осылайша қазіргі менің балансым 106 рубль. Мен осы уақытқа дейін примерно бір 30 реклама көрдім. Сол 30 рекламадан жинаған менің тиындап жинаған ақшам 106 ғана рубль екен әзірге. Бірақ тағы да айта кетерлік бір қызық жайттар бар мұнда. Мысалға айтатын болсақ, олар анда-санда сізге мынандай бір ұсыныстар тастап тұрады. Неке? Подпишитесь на канал и ниже и получите бонус 50 рублей дейді. 50 рублей. Каналдарға тіркелу арқылы 50 рубль береміз дейді. Бірінші каналды қарап көрейік. MyLinkUp жаңалықтары дейді. Санек Инвест дейді. Мынау қайындайда бір бот, шахтер играй зарабатывай дейді. Мынау приватный канал. Jeton Games. Мына жерде акции дропы дейді. Бұлардың барлығына мен тіркеліп көрдім, бірақ өкінішке олай мынау бір армандаған 50 рублімді ала алмадым. Жарайды. Бұлай да ақша таба берейін деп дальше уже видеолар қарап отырған кезімде маған тағы бір ұсыныс келді. Устали смотреть рекламу дейді. Реклама қарап шаршаған болсаңыз, сізге автокликер деген функция доступен дейді. Оны активировать етуге болады. Автокликер дегеніміз қосып қоясыз да, өзіңіз ештеме істемей, ол өзі реклама қарап, өзі ақшасын түсіріп, дальше кете береді солай. Активировать деп бастым. Сол кезде маған мынандай сообщение келді. Автокликер дается после оплаты подписки за 1 рубль у наших партнеров дейді. Былай қарағанда 1 рубль ол 5 теңге, көп емес қой, 5-ақ теңге деп. Давайте оплатить деп басып көрсем. Мында мынандай бір сайт бар. Сразу сайтқа назар аударыңыздар. onsport24.ru дейді.
мына жерде 1 рубль төлеуге асықпаңыздар, почталарыңыз жазуға асықпаңыздар. Бірінші келісім шартын оқып көрейік. Келісім шартында Analytic Pro деген компания екен, ООО, ИН бар мінекей, адрестары бар, мекен жайлары, және де астына түсіп қарасақ, қандай да бір тарифтар жазып қойып, тариф старт дейді, тариф комплект дейді, до 3 прогнозов, коэффициент, әртүрлі бір жаңалықтар беріп отыр, до 5 прогнозов дейін дейді. Түсініксіз өте, бұның бәрін оқып шыққанның өзінде түсініксіз. Мына жерде тағы бір сіздер назар аударарлықтай момент бар. Если вы решите отказаться от платной подписки до того, как с вас будет удержана плата, отмените подписку не позднее, чем за 24 часа до окончания оплаченного периода подписки дейді. Яғни жаңағы 1 теңгені отмена қылуға да болады екен. Енді мына жерде общий планда мелкий шрифтпен жазылған бір ереже бар. Мелкий шрифт деген бұл банктар қолданатын үлкен қақпан, тұзақ. Сол себепті оқып көру керек. При подключении пробного периода на 3 дня за 1 рубль. Оказывается, 1 рубльді біз 3 күн үшін төлейді екенбіз. Пробный 3 күн үшін. Вам предоставляется услуга за тариф старт дейді. Тариф старт дегеніміз мынау болып тұр ғой, 499 рубль деп тұр ғой бірақ. Далее списание денежных средств в размере 499 рублей осуществляется без дополнительного акцепта. Мінекей достар, жаңағы мен айтып кеткен тұзақ қақпаны осы. Сіздер 1 рубльді төлеген кезде сіздер мына 499 рубльді ай сайын сізден шешіп тұруға рұқсат бересіз. Және оны сізден сұрамай шешіп тұрады. Не, без дополнительного акцепта. Акцепт деген бізде келісім, сіздің рұқсатыңыз, келісіміңіз, сол рұқсатсыз, келісімсіз сізден ай сайын просто так 499 рубль шешіп тұрады. Сол себепті 1 рубльді төлеудің қажеті жоқ. Мынау сайтты сақтап қойыңыздар. onsport24.ru деген. Тағы бір рет көрейік енді, жаңағы активация дегенді. Қазір мен сіздерге бір қызық көрсетем. Активация деп тағы бір рет басып көреміз. Оплатите 1 рубль тағы бір рет басып көреміз. Енді мүлдем басқа сайт, байқадыңыздар ма? Yoga Nidra дейді. Yoga Nidra, условияларын көрейік. Бұл жерде аты бөлек, алгоритм ат дейді. Мына жерде Analytic Pro еді. Мына жерде адресі мүлдем басқа, мына жерде де мүлдем басқа адрес. Бұл жерде де дәл сол ережелер, бірақ астына түсіп қарайтын болсақ, мына жерде 499 емес, уже 899, мына жер 8500. Бірақ мына бір ережелері бірдей. Байқадыңыздар ма, мелкий шрифттарды 72 сағат, ол 3 күн дегенді білдіреді. Мына жерде де бізде в течение 3 дней деген бар период. Сол себепті алданып қалмаңыздар. Бұл жерде уже 1 рубльді төлеп 1000 рубль жоғалтып алуға болады екен. 899-ды 5-ке көшіріп жіберсеңіз 4500 теңге, мына жерде 499-ды 5-ке көшіріп жіберсеңіз 2500 теңге, просто так айна шешіп тұрады сіздерден. Ол ешкімге де керек емес деп ойлаймын. Жарайды, бұдан өттік. Автокликер керек емес, өзім ақша таба берейінші деп дальше реклама қарай беруге болады. Бірақ қазір менің балансымды көрейін, менде 106 рубль бар, ақшамды шешкім келеді. Мен мысалы вывод денег. Бұл жерде бірнеше варианттар бар, бірнеше нұсқалар бар ақша шешудің. Банк карточкасы арқылы, Қайрат Нұртас айтқандай, Kiwi кошелек, YouMoney, баланс телефона и USDT дейді. Ең оңайы, неге байқадыңыздар ма? Маған просто так сообщение келіп жатыр. Ұмытпаңыздар, бармыз деген сияқты. Қайта оралайық. Баланс телефона деп көрейік. Так, минимальная сумма 300 рубль дейді. Менде 106 рубль ғана бар, ал ақша шешу үшін маған 300 рубль керек екен, оказывается. Өкінішке орай ақшаңды шеше алмайды екенсің. Бірақ мен бұл ботты былай да зерттеп қарап көрдім. 300 рубльге жеткен күннің өзінде бұл бот сізден ақша шешу үшін 5 досыңды шақыр, плюс жаңағы 1 рубльдік подпискаға тіркел деген сияқты манипуляциялармен сізден одан да көп ақша алады екен. Сонымен қатар жаңағы мен айтып кеткен Yoga Nidra, onsport24 деген сайттардың бұларда әлі 5 штугы бар. Олар мыналар, мінекей танысып кетсеңіздер болады. Yoga Nidra, World Keto, Yoga Nidra тағы біреу, Fit Meditati,
fitmeditation.ru, onsport 24 жаңа біз көрген сайттар. Бұлардың барлығы сіздерді алдайды және уже необратимый дейді ғой, ақшаны жоғалтасыз точно. Сол себепті күніне бір 500-300 теңге табам деп айына 4000-5000 одан да көп ақша жоғалтып алмаңыздар. Бұндай тұзақтарға, қақпандарға түсіп қалмаңыздар. Сіздерге бұл боттан, бұл каналдан ақша табуға үміттенуге кеңес бермеймін мүлдем. Байқаңыздар. Және де осыған ұқсас боттарды көрсеңіздер, осыған ұқсас каналдарды көрсеңіздер, обязательно келісім шарттарын тексеріп, қалай екен, не екен оқып, мұқият түрде оқып шығыңыздар. Оңай ақша еш жерде болмайды. Достар, сіздермен бірге болған Дәулет Бисұлтанов YouTube парақшасы. Бізге тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, комментарий қалдырып отырыңыздар, және де осындай алаяқтықтардан сақ болыңыздар. Ал біз болашақта сіздермен ақша жоғалтатын жолдармен емес, ақша табатын жолдармен, тәсілдермен бөлісуге уәде береміз.